сәлеметсіздер ме? Құрметті менің арнамның оқырмандары мен көрермендері, біз сіздермен бірге бақша пейзаждары, яғни Garden Scape атты ойынның ойнайтын боламыз. Ендеше бастаймыз. Кеттік. Тамақтанып отырсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын және де ешкімде ауырмасын. Аман сау жүрдік. Біз сіздермен бірге енді 61-ші кезеңге жеткен болатынымыз яғни. Қай отбасы өздерінің үйлерінде наурыз көже ішіп отыр. Сол адамдар лайк бассын. Және сол адамдардың астары өте дәмді бола берсін. Арнаға тіркеліп, лайк басып келіңіздер. Оңмаған өте керек болды. Және мені бақытымен риза қылдырады. Кеттік.
деңгейінде келіп жетті. Бұны өтпей кірмей қойып кетеміз. Рахмет қолдап отқанына өстен. Сіздердің де мені қолдап отқандарыңызға да рахмет. Және көріп отқандарыңызға да өте ризамын. 65-ші кезеңді өтейік. Алдыңғы кезеңдерді сіз бастағаным үшін кешіріңіздер. Енді бұл қайталанбайды. Енді күнде сіздермен бірге өтіп бастап тұратын боламын. Айтпаңыздар. Мені кешірген шығарсыздардан ойдамын. Кешіргендеріңізге де үлкен рахмет. Менің ризамын. Мен сіздерден рұқсат сұрамай-ақ өтіп кеткен үшін oynanı direkt oyunu. Mene başlayalım. Менде ақша бітіп қалмайтын вызломдай болып қалған сияқты ғой. Бірақ мен вызлом жасаған жоқпын, мен тек жұлдыздарына ғана жасаған вызломды. Өткіліңіз білетін шығарсыздар. Вызломот деген заттардың екенін содан жасадым. Так. Осылай екен. Wow. Остин сұрап екен, какую сцену мы можем медить сознах построить тема свой. Mesela böyle kolumuzdan tağda çıkıldı.
біздің әріге 70-ші кезеңге дейін жетуіміз керек. Сосын осылай тоқтатамыз. Осылай енді түсірмейміз. Мен видео түсірмей келесі кезеңдерге өте беремін. Сіздер ренжіп қалмасаңыздар ғана. Бірақ мен тақиясыз періште атты телехикаяның бөлімдерін YouTube арқылы шығарып түсіріп тұратын боламын. Тақиясыз періште атты телехикая. Неден керемет? Тас қайда төледі? Тас деймін. Мына дұрға. Сейчас. Сен білемін. Мына. Вау. Осы теңдеген бәле уровни подряд дейбілік қайталай береді яғни. Жаңғақтарды керегі жоқ. Тек қана сары түсті алмұрттармен қып-қызыл қызымақтардан ғана, солардан ғана. Жапырақтар мүлдем керегі жоқ. Тағайын. Жоқ, бізде жапырақтар дында керегі жоқ. Бізде тек сары алмұрттар мен қып-қызыл қызылмақтардан ғана болғаны. Сегіз ақыны. Қозғауыз тарымыз ғана ғыт. 7 қозғауыз тарымыз ғана. Жарайды, алмұрттардан басып. Сіз нәрді қарай барғанда ақ қымақ құсап жүрмек енді ол өлімдерді өте алмады. Болды. Тапсырманы толығырақ орындадық. Қазіргі замандардың ойындары өте керемет қой. Ойнай бересің қалағанша, және қандай ойынды жазғың келеді, соны өзің біліп шеше бересің. Күшті емес пе? Қазіргі замандардың ойындары өте қымбат және өте керемет. Егер кім Майнкрафт немесе Standoff, Counter Strike, Brawl Stars ойындарын ойнап жүр, сол ойын шуар лайк басып қойсын, және де көрермендер мен оқырмандар лайк басып қойсын.
бізден жарылғыш қолданайық. Немесе тағы да бір түсірейін ба осы туралы. Сіздердің көңіл күйлеріңізді барынша көтеріп қою үшін тағы да түсіретін боламыз. Менден Homescape ойынындағы 110-шы кезеңді өте алмадым. Менден барынша мүмкіндіктерімді қолдана бергенше ол кезеңнен өте алмай қалдым. Бірақ басқа кезеңдерді өтіп тастауға қана қолымнан келгені болғаны. Бірақ 110-шы кезең мен үшін өте тым қатты қиындап кеткен кезең. Мен сол үшін сол кезеңді өте алмай қалдым. Homescape ойынындағы әр қайсы кезеңдер, кейбір кезеңдері өте қиын болып тұрады, кейбір кезеңдері оп-оңай болып тұратын кезеңдері бар. Ондайлардан шатаспау керек деп ойлаймын. Және қателеспеу керек деп ойлаймын. Мен ондай кезеңдерден өте алмай қалдым. Бірақ маған мына ойындағы кезеңдерден өту ең оңайы, ең осы. Біздің түрлі түсті дискілерімізді қолданайық. Мынандай қарғыс қосылған шырындардан үшеуі қалды. Ал андағы төресі бар мүсіндерден бірі сығады. Бірі оғыды. Мүмкіндік қолдана тұрайық. Біздің жолымыз әрқашанда болу үшін біз өзіміздің мүмкіндіктерімізді қолданып және әр заттардың, әр бустерлердің көмектерін қолданып, солар арқылы жеңіске жетіп, әр кезеңдерді ұтып тастау үшін қана солай. Бустер деген заттар бізде сол үшін ғана қажет болады. Егер осы ойында да Homescape ойынындағы өте қиын кезеңдер кездесіп тұратын болса, біз бустерлерді барынша қолданып және мүмкіндіктерімізді де барынша қолдануға тырысамыз. Мүмкіндікті тағы да қолдана тұрайық. 2000 теңгеге айырбастап. Мына ойынның кезеңдері мен үшін аса қиындап тұрған жоқ әрине енді. Міне өттік. Енді бізде келесі кезең ол 70-ші кезең. 70-ші кезеңді өтіп, біз видео жазбамызды аяқтай береміз.
рахмет. Сіздерден бұндай сыйлықтарды күтем деп ойламаған едім. Мәсіған, мен сіздерге айтқан едім, Homescape ойынындағы тура сол өте қиын кезеңдер кездеседі деп. Міне, ең айтқаным шыға келді. Не айтсам, сол шығып келіп екен. Бірақ бұл мен үшін өте оп-оңай болады. Мен бустерлерді алған жоқпын. Менде 15-18 қозғалыстар бар екен. Бірақ мүмкіндік пайдалансам, менде бір 5 немесе 4 қозғалыстар шыға келеді. Ендеше бастайық. Он төрт қозғалыстар өте тез кететін қозғалыстар. Бірақ біз мүмкіндіктерімізді қолданай беріп тұрамыз. Бізге және жапырақтарда қажет болады екен. Осы 70-ші кезеңнен өту үшін. Мен сіздермен бірге 90-ші және 70-ші кезеңдерді өтемін деп шешіп жатырмын. Сосын 100-ші кезеңнен де өтеміз. Сол ең соңғысы. Соңғы видео сол жерде аяқталатын болады. Яғни ойынның деппін ғой, видео жазбаның соңы болып есептелінетін жер сол. Сосын сіздермен бірге қоштасатын боламын десей, мен ютубта қана арнайы түсіретін ютубер едім. Қазақстанда тұрған адам едім. Жарылғыштардан қолданайық. Мынау салют. Мынау салют. Жарылып кетті ғой, мен басқаннан кейін. Біздің қолымыздан келеді бұл. Мүмкіндік. Мәсіған, міне, біз өзіміздің 70-ші кезеңімізден өттік. Сіздерге бұл өте қатты ұнады деп ойлаймын, және мен сіздерге үлкендейін көңіл-күй сыйладым деп ойлаймын. Арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Садуғас Бекалы, және менің арнам видеоны бағалап кетулеріңізді сұраймын. Келесі көріскенше қош, сау болыңыздар. Ешқайсыларыңыз ауырмаңыздар. Болды, кеттік.